Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Мен бүгін сіздермен баланың ағзасына телефонның қандай зияны бар, сол жөнінде бөлісетін боламын. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Заманның сағаттап дамып, телефон, планшет, смарт сағаттары, түрлі гаджеттердің көбеюі балалардағы цифрлық ақыл кемістігінің де көбеюіне әкелуде. 2007 жылғы жасалған зерттеулер цифрлық заман басталғалы жас балалар арасындағы жылдан жылға зейін аудару тапшылығы, есте сақтау қабілетінің нашарлауы, өзін бақылау қабілеті, көңіл күйдің нашарлауы және депрессияның көбейгенін байқаған. Демек, бұл дегеніміз мидағы бас ми жарақатынан кейінгі жағдай, немесе қарттық деменция, яғни ақыл естің жоғалуы тәрізді бірдей көрініс табады. Баланың өсуші ағзасын, әсіресе миды әрқашан қоректендіріп және жетілдіріп отыру қажет. Біздің әрбір жасаған әрекетіміз, шешім жасау, қиын істерді шешу, терең ойлану, мидағы іздер қалдырады. Мидың дамуына әсер етеді. Баланың өз бетімен ойнауы, физикалық қозғалысы, яғни секіріп, жүгіріп ойнауы, үлкен моторикасын дамытып, мидың жұмысын жақсартады. 1970 жылғы зерттеулерге қарағанда, қазіргі белсенділік радиусы дегеніміз үйдің айналасындағы балалардың ойнау қашықтығы екен. Сол радиус 90%-ға азайған. Бұл дегеніміз, яғни далада ойнап, балалардың жоғарыға өрмелеп, секіріп, қуаласпақ ойнап, бұлшық еттерін шынықтырып, кедергілерді еңсерудің орнына қазір көпшілік балалар телефонда отыруды таңдайды. Демек, олардың белсенділік радиусы осынша 90%-ға дейін қысқарған. Енді ғана дамып келе жатқан ағзаның өсуіне кедергі жасап, көздің көруін, тілдің шығуын, қимыл қозғалысын шектеп тастайды. Ал өсуші ағзаның үнемі, яғни баламен үнемі сөйлесіп, жүгіріп, оның ойнап өскені абзал. Оны нейропсихологтар да қолдайды. Телефон, планшетті ұзақ көру тәуелділікке алып келеді. Тіпті мектеп жасындағы балалар арасында сабақ үлгерімінің нашарлауы да көбейген. Қазіргі уақытта баланың ата-анаға кедергі келтірмеуі үшін немесе баланың еркелігі салдарынан қолдарына телефон, планшет, түрлі гаджет ұстата салатынымыз жасырын емес. Бұл онсыз да жоғарыда айтылған зияннан бөлек жаңа ғасырдың ауру түрі цифрлық аутизмға алып келеді. Бұл дәрігерлерден классикалық аутизмнан айырмашылығы неде деп сұрағанда, классикалық аутизм туа бітті өзінің себептері болса, ал цифрлық аутизм сау баланың жүре келе телефон, түрлі гаджеттердің зиян етуімен қолдан жасалынған ауру деп түсіндіреді. Қарапайым мысал, бала тамақ жеуі үшін мультфильм қойып алдына тамақ беретін болсақ, баланың миы осы мультфильм болса тамақ жеу керек екен деген сигнал беріліп, балаға программа жасайды екен. Енді ғана дамып келе жатқан ағзаның өсуіне кедергі жасап, көздің көруін, тілдің шығуын және де қимыл қозғалыстың бағытын шектеп тастайды екен. Ал өсуші ағзаның үнемі, яғни баламен үнемі сөйлесіп отыру, жүгіріп, ойнап өскені абзал. Оны нейропсихологтар да қолдайды. Телефон, планшетті ұзақ көру тәуелділікке де алып келеді. Тіпті мектеп жасындағы балалардың арасында сабақ үлгерімінің нашарлауы да көбейген. Осылайша цифрлық техниканың дамуы балалардың да уақытын ұрлап, мидың жұмысына кері әсер етуде. Мектеп жасындағы балалар үшін де тапсырманы орындап, миды шынықтырғанша, ғаламтор желісіне теріп, жазып, дайын мәлімет алған оңайырақ. Осылайша жұмыс жасалмаған ми клеткалары уақыт өте өле бастайды екен. Қорыта келе, бала ол өсуші ағза екенін ұмытпай, жауапкершілікті ата-ана өзіне алып, телефонда отыру уақыттарын шектесе, аса зиян келтірмес еді деген ойдамын. Немесе гаджет орнына кітап, немесе түрлі үстел ойындарын ата-ана бірге ойнаса, ара қатынастары ұлғайып, уақыт та сапалы өтер ме еді.
Осы мәліметтен кейін-ақ сіздің балаңызға телефон, планшет, түрлі гаджет қажет пе? Жауабын өзіңіз білесіз деген ойдамын.